Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Некрасов атындағы нөмір 9 мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Еділбаева Гүлжан Басқосқан қызы. Қазақ тілі 5 сынып. Сабақтың тақырыбы бірлігі жарасқан ел. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Жазба жұмыстарында сұраулы сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру. Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Айтылым берілген суреттер бойынша әңгімеле. Келесі тапсырма жазылым. Қазақстанда қанша ұлттың өкілдері тұрады? Диаграмманы толтырамыз. Осы сөздерді қолданып сөйлем құраймыз. Тыңдалым. Мәтінді тыңдаңыз. Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлттың өкілдері тұрады. Қазақстанда орыс, дүнген, неміс, татар, ұйғыр, кәріс, түрік, қытай, өзбек, корей, украин және тағы басқа тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Қазақ халқы елімізде тұрып жатқан 100-ден астам ұлт өкілдерін құшақ жая қарсы алды. Олардың қазақ жеріне қоныстанып, өмір сүруіне жағдай жасады. Қазақстан түрлі ұлт өкілдер басын қосқан ұлы мекен. Қазақ халқы тарихтың түрлі кезеңдерінде басқа ұлт өкілдерін ерекше ықыласпен бауырына басты. Олардың салт дәстүрі, тілі мен мәдениеті жоғалмас үшін қолайлы жағдай жасады. Соның нәтижесінде ұлан байтақ қазақ жерінде барлық ұлттың өкілдері бір атаның балаларындай ынтымақтастықта өмір сүріп келеді. Қазақстан бүгінде ұлттар мен ұлыстар мекендеген достық пен туысқандықтың, ынтымақ пен ырыстың ордасына айналды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бейбітшілік мекені болу керектігін міндет етіп қойды. Келесі тапсырма жазылым. Мәтіндегі болымды етістіктерді теріп жазып, болымсыз етістікке айналдырамыз. Сөйлем құра. Үлгі. Мәтіндегі бірінші сөйлем Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлттың өкілдері тұрады. Бұл сөйлемде болымды етістік тұрады. Болымсыз етістікке айналдырамыз. Тұрмады. Ма болымсыз етістіктің жұрнағы болып табылады. Сабақты бекіту сұрақтары. Қазақстан Республикасында қанша ұлт өкілдері тұрады? Қазақстан қандай мекен? Қазақ халқы кімдерді құшақ жая қарсы алды? Оларға қандай жағдай жасады? Қазақстан бүгінде қандай елге айналды? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев нені міндет етіп қойды? Үйге тапсырма. Сөздерді дұрыс орналастырып, сөйлем құрап жаз. Сіздерге үлгі. Қазақ елімізде алды құшақ халқы тұрып, 100-ден жатқан астам өкілдерін қарсы ұлттың жая. Сөйлемнің дұрыс нұсқасы: Қазақ халқы елімізде тұрып жатқан 100-ден астам ұлт өкілдерін құшақ жая қарсы алды.